Саламатсыңдар ма балалар? 9 сыныптың 9 сынып оқулығының 99 бетіндегі бірінші мысал есепті шығаратын боламыз. Бұл жерде берілгенде массасы 1 тонна темір кенінің 32%, яғни гематитте 32%. Қоспа екені белгілі болса, тотықсыздандыру үшін неше литр қалыпты жағдайда СО қажет деген тапсырма берілген. Яғни берілгенде масса кен, яғни кеннің массасы 1 тонна, 10 килограммға айналдырып алған, яғни 1000-ға көйткенде 1000 килограмм. Яғни массалық үлес қоспаныкі 32%. Табу керек тотықсыздандыру үшін жұмсалатын СО-ның көлемі. Енді мен берілгенде кішкене сәл өзгешелік өзгеріс енгіздім, яғни таза заттың массалық үлесін тауып қойдым, кішкене сендерге түсініктірек болсын деп, яғни қоспаны 100%-дан алып тастаған кезде, қоспаның зат мөлшерін алып тастаған, массалық үлесін алып тастағанда бізде таза заттың массалық үлесі шығады. Яғни ол қазір бізге есеп шығару барысында қажет болады. Енді бірінші кезекте біз реакцияны жазып алайық. Яғни гематитте бізде феррум 2O3 бар, 68%, яғни гематиттің құрамында феррум 2O3 68%-ын құрайды екен. Оны тотықсыздандыру үшін біз СО газын жіберген кезде 2 молекула феррум 3O4 және СО2 газы түзіледі. Енді бұл жерде бізге қажетті зат, яғни берілген масса берілген темір 3 оксиді, яғни ол 3 моль, 3 моліміздің малярлық массасын есептегенде 480 грамм на моль шықты. Енді СО газының несі 1 моль берілген, ол 1 моліміз, яғни 22,4 литр мольға тең. Балалар, енді біз осы жерде гематиттің құрамында феррум 2O3-тің массасын тауып аламыз. Міне, масса феррум 2O3-ті табу үшін 1000 килограмм, яғни кенге массалық үлесті көбейтіп 68%-ды, темір 3 оксидінің массалық үлесін көбейтіп 100-ге бөлген кезде бізде темір кенінің құрамындағы қанша масса темір оксиді шығады. Яғни феррум 2O3-тің массасы 680 килограмм екен. Граммға айналдыратын болсақ, 680 көбейту оның 3 дәрежесі граммға тең болады. Яғни 1000-ға көбейт деген сөз. Енді біз білесіңдер, формула бар бізде. Масса гематиттің массасын малярлық массасына бөлеміз, және тауып жатқан затымыздың көлемін малярлық көлемге бөлеміз. Яғни осы жерде бар заттарды мәндерді қоямыз. Сол кезде бізде гематиттегі темір оксидінің массасы берілген 680 килограмм, малярлық массасын тауып алдық 480 грамм на моль. Оны қойдық, міне, енді бірақ килограммды граммға айналдырып қойдық, өйткені 480-міз бізде граммен берілген. Және көлем кімдікі? СО газыныңкі, және оның малярлық көлемі 22,4 литр на моль. Міне малярлық көлемі. Яғни осы жерде біз көлемді табатын болсақ, масса мен малярлық көлемді көбейтіп, малярлық массаға бөлеміз. Міне біз оларды көбейтіп, малярлық массаға бөлген кезімізде 31,7 көбейту оның 3 дәрежесі литр шығады. Оны метр кубқа айналдыратын болсақ, яғни 1000-ға бөлеміз. Сол кезде 1000-ға бөлген кезде оның 3 дәрежесі қысқартылып кетеді, 31,7 метр куб шығады. Балалар, сендерге бұл есеп түсінікті болды деген үміттемін. Жауабы, яғни гематитті тотықсыздандыруға, яғни 68% феррум темір 3 оксидін тотықсыздандыруға 31,7 метр куб СО газы қажет екен.